Сәлем. Бүгін біз мысықтың суретін салатын боламыз. Ең алдымен жүректің суретін А4 қағазына салып аламыз. Сосын мысықтың мүсінін саламыз. Суретіміз ақырындап ұқсап келе жатқан сияқты. Көздерін ашық қылып емес, жұмылған түрінде саламыз. Мұрнын, аузын, мұртын және де бетіндегі қызылын саламыз. Құлағының ішін ақырындап қатты баспай саламыз, себебі оны маркермен басқан кезде жақсырақ көрінетін болады. Сосын гуаштың қызыл түсін алып, суретіміздің жүректің сыртындағы аймағын бояй бастаймыз. Бізде жүрекшенің іші емес, сырты қызыл болады. Сосын жүрекшенің ішін керісінше көгілдір түспен бояймыз. Видеода жылдамдатылған, бірақ сіздер асықпай қарап шықсаңыздар болады. Көгілдір түспен бәрін бояп алдық. Енді фломастермен суретіміз қанық, мәнді әсерлі болу үшін мұрнын, көзін басып шығамыз. Қара фломастермен. Сосын қызғылт сары түсті алып, құлағының ішкі түсін бояймыз. Осылай бояған кезде жай ғана басылған қарандаштың ізі де қалмайды. Көрінбей қалады, байқалмай. Сондықтан құлағының ішін салған кезде қатты баспай салыңыздар. Және де бетіндегі қызылын, румянец дейді ғой орысша. Қызылын саламыз. Бояп аламыз жақсылап. Сосын жасыл фломастерді алып, шөптердің сала бастаймыз. Гүліміз болады. Ең алдындағы видеода көргендеріңіздей, ол жерде гүлдер тұрады. Яғни, енді гүлдердің жапырақтары мен сабықтарын салып аламыз. Менде бұл қандай фломастер деп сұрасаңыздар, бұл акварельді фломастерлер. Жай магазиндерде табу өте қиын. Бірақ Wildberries немесе Озон платформаларында сатып алсаңыздар болады. Бағасы қымбат емес, бірақ ұзаққа шыдайды. Және де суретіңізге өте мәнді қанық түс береді. Жай фломастер немесе қаламмен ондай эффектке жету өте қиын. Себебі бұл кәдімгі бояу сияқты. Сініп, сурет әдемі болады. Енді соңғы гүліміз. Оны әдемілеп бояп шығамыз. Жақындатып көрсетейін. Қалай болатынын. Өте оңай боялады. Енді саптар дайын болғаннан кейін қазір гүл шоқтарын сала бастаймыз. Сары және де қызғылт сары түсті гүл шоқтарын саламыз. Енді қызғылт сары түсті маркерді алып, қалған гүл шоқтарын салып көрейік. Сіздер басқа гүл шоқтарын да салуларыңызға болады. Міндетті емес бұндай гүл шоқ болуы. Бірақ бұл оңай гүл шоқтардың бір түрі болып саналады. Және де өте әдемі көрінеді. Енді соңғы гүл шоғымыз дайын болды. Енді суреттегідей бұл мысықтың көзінде көзілдірік бар. Сары түсті фломастерді алып, мысықтың көзілдірігін салып шығамыз. Сурет өзінің реңін алып келе жатыр. Екінші рет қара түсті акварельді фломастерларды алып, көзін және де мұрнын контурын басып шығамын. Мына жерде мен мұртшаларының контурын басуға ұмытып кетіппін. Бірақ кейінірек басып шығамын. Сондықтан оған мән бермей қойыңыздар.
енді суретімнің кеткеніне көзімді жеткізген соң суретімді әсерлеп мәндей бастаймын. Жүрекшелер саламын. Фломастердің түсі қызғылт сары түс. Жүрекшелерді арнайы бір ретпен емес, қанша салғыңыз келсе сонша салуға болады. Бірақ көп мөлшерде салып жібермеңіздер, себебі мөлшері көп болып кетсе, артық екені байқалып қалады суретте. Міне жақыннан көрсетейін қалай салатынын. Тағы да жетпеген жерлерін толықтырып, жүрекшелерді бояймын. Өте жақсы фломастер. Фирмасын кейінірек айта кетермін, бірақ маған ұнады. Тек қана қағазда емес, басқа да материалдарда жазуға болады. Аяқ киімді де бояуға болады екен ақ түсті. Неше түрлі оюлар салып, әріптер жазуға мүмкіндік бар. Ал енді соңғы жүрекшені салып болғаннан кейін жүректің сыртындағы қызыл аймақты көгілдір фломастермен әсемдейтін боламыз. Өте әдемі шығып келе жатыр. Енді кезекте контур. Қара фломастерімізді алып, мысықтың контурын салып шығамыз. Неге контур саламыз деген сұрақтарыңыз болса, себебі гуашьпен не акварельмен сурет салған кезде контур қанық болғаны дұрыс. Себебі суреттің контуры бояудың кесірінен байқалмай қалуы мүмкін. Ал енді кезекте қызыл түсті аумақты көк фломастермен әсерлеп шығамыз. Әсемдеп шығамыз. Кешірім өтінемін. Осылай. Көп емес, көп те емес, аз да емес. Арасынан осылай әсемдейміз. Соңында осындай сурет шықты. Өте әдемі, әсем көрінеді. Сау болыңдар.